Ертеден ақпар күткен арқа жұрты армысыз. Назарларыңызда Шарайна ақпараттар қызметі. Студияда Әсел Сәбитова. Бүгінгі күннің басты жаңалықтар турасында. Жаз бойғы шуыл сәлде болса саябырситын болды. Қарағандыда мото маусымның ресми жабылуы өтті. Мектептерде балаларды немен және қалай тамақтандырады? Оқушылардың ауқаттануына қатысты ата-анаға алаңдауға негіз бар ма? Қарағандыда ит мысықтарды тегін зарарсыздандыруға арналған 5 күндік акция аяқталды. Қарағандының экс-әкімінің ұлы дәрменсіз қарияны қорлаған үшін 3 жылға темір торға тоғытылады. Қарағанды аудандық соты шулы іс бойынша шешім жариялады. Қарағандының бұрынғы әкімі Шаймерден Оразалиновтың ұлы Әбіл Оразалинов 78 жастағы анасын ұрған үшін сотқа тартылды. Сот жабық режимде өтті. Сот режимін жариялағанда сотталушы өзін сүруге тыйым салды. Пожалуйста, не снимайте. Іс материалдары бойынша анасымен жанжал кезінде ер адам оған қоқан-лоқы көрсеткен. Бірақ егде жастағы әйел дәрменсіз күйде болса да, оны қолмен және аяғымен, сонымен қатар басымен ұрған. Анасының миы шайқалған, көзі, бет сүйегі, 4 қабырға мен бел омыртқасы сынған және басқа да ауыр жарақаттар алған. Алайда ұлын алып кететіндігін түсінген анасы жедел жәрдем шақырмады және 2 күн бойы ауырып жатқан. Әйелге аяушылық білдіріп, көршілері көмек сұрады. Сотта оның ұлы жүйке ауруына шалдыққандығын айт. Бірақ мен кінәні мойындамаймын және өкінбеймін деп жауап берді. Әбіл Оразалинов орта ауырлықтағы денсаулығына зиян келтірген үшін сотталды. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ. Әбіл Шаймерденұлы Оразалиев қылмыстық кодекстің 107 бабы 2 бөлігінің 3 тармағында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылсын және осы бап бойынша оған 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалсын. Жазасын өтей отырып орташа қауіпсіздіктегі қылмыстық атқару жүйесінің мекемесі Оразалиновтен қылмыстық кодекстің 107 бабы 2 бөлігінің Кенжебаеваға моральдық зиян үшін 1 миллион теңге мөлшерінде өтемақы берілді. 10 жыл Қарағанды қаласының әкімі және 5 жыл мәжіліс депутаты болған сотталушының әкесі Шаймерден Оразалиновты қарағандылықтар қатты құрметтеді. Ол жұмысына жауапты адам болды, бірақ оның отбасындағы жағдай бұрыннан дұрыс болмаған. 2012 жылы Әбіл Оразалиновтың бұрынғы жұбайы Әбілдің өзі де ата-анасында соққыға жығатындығын айтқан болатын. Экс-әкім 2019 жылы қаза тапты. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5 арна. Үй кезегі арқылы баспана алып өзі тұрмай өзгеге жалға бергендердің заңсыздығы. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев осыған дейін берілген әлеуметтік тұрғын үйлерге тексеру жүргізуді тапсырды. Барлық қалалар мен аудандардың әкімдіктері тұрғын үй инспекциясы мен әлеуметтік үйлерде кімдер тұратын тексеруі тиіс. Аппараттық жиналыста облыс әкімі барлық есеп беру кездесулерінде тұрғын үймен қамту, баспана кезегіне қатысты көптеген мәселелер жолданады. Халық тарапынан әлеуметтік пәтерлерде кезекпен үй алғандар емес, жалға алған адамдар тұратындығы туралы да ақпарат айтылып жатады. Сондықтан да барлық қалалар мен аудандардың әкімдеріне тұрғын үй инспекциясымен бірге осыған дейін берілген үйлерді қайта тексеруді тапсырамын. Толық талдау жасау керек деді Ермағанбет Бөлекбаев. Яки берілген әлеуметтік тұрғын үйлерде нақты кім тұрып жатқаны тексерілетін болды. Кеңес отырысында құрылыс басқармасы басшысы осы жылғы үй құрылысына қатысты мәлімет ұсынды. Қарағанды облысы бойынша 2024 жылға арналған тұрғын үйді іске қосу жоспары барлық қаржыландыру көздері есебінен 500 мың шаршы метрді құрайды. Бұл өткен жылдың деңгейіне қарағанда 18,2%-ға артық. Ағымдағы жылдың 8 айында тұрғын үйді іске қосу 330 мың шаршы метрді құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 18,8%-ға артық. Қалай дегенмен соңғы жылдары біздің облыста құрылыс аса қарқынды. Ағымдағы жылы тұрғын үй құрылысының көлемі 18%-ға ұлғаяды деп болжануда. Жыл қорытындысы бойынша үй кезегінде тұрған 1700-ден астам азаматқа пәтер беріледі деп көзделіп отыр. Барлық қаржыландыру есебінен коммерциялық тұрғын үй 76%, мемлекеттік тұрғын үй 10%, жеке тұрғын үй 14%-ді құрайды. 2024 жылға арналған тұрғын үй құрылыс іс-шараларын іске асыру үшін 23,6 миллиард теңге сомасында қаражат бөлінді. Әлеуметтік тұрғын осал тобы санатындағы кезекте тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында 2024 жылы 1733 пәтерді пайдалануға беруді болжап отырмыз. Оның ішінде 382 пәтер жалға берілетін тұрғын үй, 1118 пәтер тұрғын үй сатып алу, 233 кредиттік пәтер.
Биылғы жылы өнеркәсіп және құрылыс министрлігі аумақтарда тұрғызылып даяр тұрған тұрғын үйлерді үй тұрғызушыдан сатып алу арқылы халықтың әлеуметтік осал топтарын баспанамен қамтудың жаңа тетігін әзірлегенін де айта кетейік. Нақтылай өтсек, биылғы жылдан бастап жалға берілетін тұрғын үй және құрылыс салушылардан сатылып алынады. Бұл мақсатта осы жылы 16,7 миллиард теңге қаражат бөлінген. Баспанаға мұқтаж әлеуметтік тұрғыда аз қамтылған үй кезегінде тұрған азаматтарымыз үшін 1118 пәтерді сатып алу жоспарланған. Бүгінде конкурстық негізде 31 пәтер сатып алынған. Осы жұмыстар орындалысы пысықталып, тиісті тапсырма жүктелді. Құрылыс басқармасы қалалар мен аудандардың әкімдері жыл қорытындысы бойынша барлық қаржыландыру көздері есебінен тұрғын үйді іске қосу жоспарын орындауын қамтамасыз етсін. Тұрғын үй құрылысы жобаларын сапалы және уақытылы аяқтау үшін қажетті шаралар қабылдансын. Кезекті тұрғындар үшін сапалы тұрғын үй сатып алуды қамтамасыз етсін. Айта кетейік, үй кезегінде тұрғандардың басым көпшілігі Қарағанды қаласында, соған сай облыс орталығындағы үй құрылысы тапсырылуы баса назарда. Кеңесте облыс әкімі Қарағанды, Теміртау, Балқаш пен Саран қалалары әкімдерінен үй құрылысы, халықты баспанамен қамту мәселелерін сұрады. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. 900 мың гектар алқаптан өнім жинау жоспарда. Дихандардың егін жинау қарқынына қолайлы ауа райы өзіндік септігін тигізді. Аймақ басшысы бірқатар шаруа қожалықтарын аралап, маусымдық жұмыстың межесін көрді. Күзгі науқандық жұмыс қыркүйек айының соңына дейін аяқталады деп жоспарланып отыр. Қарағанды облысында егін ору науқаны қарқынды жүріп жатыр. Ермағанбет Бөлекбаев күзгі өнім жинау жұмыстарын бағдарлау мақсатында шаруашылықтарға қарасты алқаптарды аралап қайтты. Ол Абай ауданындағы Шанс шаруа қожалығы мен Астра Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болып, шаруашылық жетекшілермен және қызметкерлермен жүздесіп, дала жұмыстарын бақылады. Астра Агро серіктестігі жоғары репродукциялы тұқымдық картопты өсірумен айналысады. Кәсіпорын өз өнімдерін фри жасау үшін Қызылорда облысындағы зауытқа жеткізеді. Ауыл шаруашылық кәсіпкері Игорь Жабяктың айтуынша, бұл маусымда өнімділік жаман болмаған. Әр гектардан орта есеппен 300 центнер көкөніс жиналды деп отыр. Ал астық жинау шаруасы әлі де жалғасуда. Облысымызда диханшыларымыз бұл науқанда 900 мың гектардан астам алқапта егін жинауда. Жалпы 900 мың гектардан астам егін орылу керек. Қазіргі таңда оның ішінде 766 мың гектар бидай. Қазіргі таңда 50% бізде жиналды. Енді ауыл шаруашылық өндіруші тауар өндірушілер биылға жаңар-жағармаймен, арзандатылған жаңар-жағармаймен қамтылды. 15 мың тонна бөлінген болатын біздің облысқа. Сонымен қоса қазір бізге 2 мың тоннадан астам мынау кептіргіштерге газ бөлініп отыр. Аграршылар қажетті жанар-жағармай мен астық кептіргіштер үшін қолжетімді бағадағы сұйылтылған газбен қамтамасыз етілген. Ауа райы қолайлы болып, дала жұмыстары мерзімінде жүргізілуде. Және биыл дәнді дақыл бойынша да картоп өнімділігі бақытында да жақсы өнім аламыз дейді. Қазіргі уақытта астықтың 60%-дан астамы жиналыпты. Бұл күнде шаруашылық өкілдері барлық күш қауқарларын салып егін оруға екпін салуда. Жұмыстар қыркүйек айының соңына дейін толық аяқталады деп күтілуде. Бақыт Күлматова, Николай Шевелев, 5-ші арна. Бүгін облыстық білім басқармасының шенеуніктері мектептерде балаларды қалай тамақтандыратынын көрсетті. Асхананың жалға алушылар тарапынан орын алған жөнсіздіктер бар ма? Және неге балалар қоңырауда тамақтанып үлгермейді? Тілші біліп көрді. Айша Сүлейменованың мектеп жасындағы 4 баласы бар. Анаға балаларының не жейтіні маңызды. Сондықтан әйел адам ведомство аралық сарапшылар тобына кіріп, мектеп асханаларын тексереді. Улану жағдайлары анықталған жоқ. Негізгі шағымдар бағасы мен кезек санының ұзақтығы. Көптеген балалардың қоңырау кезінде тамақтануға уақыты жоқ. Балалардың мектебінде Айша қосымша асхана ашуды ұсынды. 102-й школе у нас, например, самый большой. 102-ші мектеп үлкен, сыйымдылығы 1800, ал бізде 3000 бала бар. Балалар сыймайтындықтан асхана ашуды ұсынамын. Балалар 3-ші қабаттан түсіп жатқанда, олар келе жатқанда және кезекте тұрғанда кіші балалар үлгермейді. Менің 8 оқитын қызым үнемі үлгермей қалады.
Қаланың білім бөлімінде де осындай шағымдар болды. Тамақ сапасын, ас мәзірі мен жабдықтың санитарлық жағдайын ата-аналардың қатысуымен бракераждық комиссиялар бақылайды. Комиссиялар ескертусіз келеді. Күн сайын асханада 2 күн сақталатын тағамдар тұрады. Уланған жағдайда оларды зертханаға жіберу керек. Сол комиссия кезектердің себептерін анықтайды. Қоңыраудың ұзақтығын осы уақытта қанша баланың асханаға кіретін және кесте дұрыс жасалғанын көрді. Неліктен балалар үлгермейді? Тиісінше біз анықтаймыз және ұсыныстар береміз. Бүгінгі таңда мектептердегі қоңырау уақыты 5-тен 15 минутқа дейін. Егер оларды ұзартатын болса, балалар үйге кеш оралады. Сонымен қатар ата-аналар шағымданатын болады, дейді мұғалімдер. Эта проблема решится только в том случае, когда у нас Бұл мәселе мектептер толып кеткен жағдайда ғана шешіледі. Бала үлгермейді, себебі жеткізуші үлгермейді. Бірақ бүгінгі күні мектептердің құрылысы жүріп жатқандықтан 2 ауысымды мектептер бар, тіпті 3 ауысымды мектеп бар. Әрине, егер біз қазір ұсынылғандай 20 минуттық қоңырау жасасақ. Жалға алушыларды бір баланың тамақтануына бөлінген сома алаңдатады. Қарағанды облысында ол ең төменгілердің бірі 520 теңге. Сонымен қатар қалған салықтар мен шығындар және бұл ақшаға мектеп бөліктерінің дұрыс сапасын қамтамасыз ету мүмкін емес, дейді Марина Лаптева. Ескертулер бойынша кем дегенде 670 теңге қажет. Дидар Қалқатай, Ирина Ненашева, 5-ші арна. Атом электр станциясын салу турасындағы түсіндірме. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары Сергей Гізбаев пен Жигули Дайрабаев өңірлердегі іс-сапар аясында Қарағанды медицина саласы өкілдерімен кездесті. Халық қалаулыларының Қарағандыға келуінің басты себебі алдағы референдум. Оның ішінде атом электр станциясын тұрғызудың маңызы туралы халықты ақпараттандыру болып табылады. Жалпы алғанда 32 мемлекет атом электр станциясын тұрғызып, қазіргі таңда басты энергия көзі етіп отыр. Осы ретте мәжіліс депутаттары Қазақстанға бұл станцияның неліктен қажет екендігін баса айтты. Жұмыс істеп жатырмыз дейді. Свет өше береді дейді. Енді әртүрлі жағдаймен өшеді ғой. Сол кезде бірталай шығынға түсіп кететіппіз дейді. Енді тіпті свет өшіп қалған өмір тоқтап қалғандай болады дейді. Үйімізге келгенде свет өшіп қалғанда біздің не холодильнигіміз жұмыс істей қалады, не балдарымызға не тамақ пісіре алмай қаламыз дейді. Ол экономиканы біздің түсінетіміз де солай ғой дейді. Біз айтық дұрыс. Ол жаңағы үлкен экономиканы қарасақ, біздің электр қуатымыз тоқтап қалса, біздің өндірістеріміз тоқтайды ғой. Ал Чернобыль мен Фукусимадағы жағдайдың қайталанбауына кім кепіл деген сұрағымызға депутат былайша жауап берді. Чернобыльдің жағдайы қайталанбау кепіл біздің ғалымдар. Біздің ғалымдар, біздің дегенде, біздің елімізде ғалымдар жекті, әлемдегі ғалым жаңағы, олар әрине бәрін зерттеп, одан бір өздерінің шешімдерін шығарды. Сондықтан Чернобыльдағы мысалы атом реакторы ол бүлден басқа поколение болды, 2 деп айтады. Біздің қазір көздеп отқан технологияларымыз әлдеқайда басқаша, оның қауіпсіздігі өте жоғары деңгейде болады. Мен тағы да бір айтып кетейін, біздер оның шешім жаңа қабылдап жатырмыз. Ол технология бойынша атом электростанция салуға кемінде 10 жыл керек. Кемінде ол 10 жыл өткенше ол технология тағы да алға озады деген біздің толық сеніміміз бар. Өз кезегінде Жигули Дайрабаев әлемдік атом электр станциясын мысалға келтіріп, бұл елдер өздерін 100% электр энергиясымен қамтамасыз етіп, ел экономикасының өсуіне жақсы құрал ретінде пайдаланатындығын атап өтті. Сондықтан бізде мүмкіншілік бар. Біз енді болашақты ойлауымыз керек. Біз қашанғы біреуге тәуелді боламыз. Сондықтан бір нәрсе жасау керек қой. Болашақ ұрпақ үшін. Бұл жерде мен мәселен сол энергетик немесе атом өнеркәсіп жөніндегі маман емес, мен енді ауыл шаруашылығы маманмын. Бірақ та сол бізде сол мынау мамандармен ақылдасамыз, мамандардан сұраймыз, тиянақты энергетикмен осы атоммен айланысып жүрген. Сондықтан ол кісілердің айтқан уәждеріне, қойған жаңағы талаптарына құлақ асамыз. Аталған кездесу барысында депутаттар атом энергетикасы саласының мамандары, қоғам белсенділері жиналған жұртқа атом электр станциясын салу артықшылықтары оның экономикалық және өндірістік ықпалы мен тиімділігін кәсіби тұрғыда түсіндірді. Айтылып отқан дәстүрлі мәліметтері. Сондықтан мына күн сәулесінен болсын, желден болатын энергияны біздер онда дамытып жатырмыз, айтып кету керек. Ол қазір біздің энергия балансымызда 6% құрап отыр.
Дидар Қалқатай, Шалқар Алтынбек, Ирина Нинашева, 5-ші арна. Вокзал мен әуежайдағы қоғамдық тәртіпке, қауіпсіздікке жауап беретін желілік полиция профилактикалық іс-шара өткізді. Пойыздардағы ұрлық оқиғаларының алдын алу үшін Қарағанды сұрыптау станциясындағы желілік полиция бөлімі арнайы тексеріске кірісті. Қарағанды облысының транспорттық полицейлері жолаушылар пойыздар мен вокзалдардағы ұрлықтың алдын алу шараларын күшейтті. Әуе және теміржол көлігі нысандарындағы қылмыстар мен құқық бұзушылардың алдын алу және жолын кесу мақсатында Қарағанды сұрыптау станциясындағы желілік полиция бөлімінің жеке құрамы жолаушылар пойыздары мен станцияларында жедел профилактикалық іс-шараларды қолға алды. Желілік полиция бөлімінен түскен мәліметке Қарағанды облысында жыл басынан бері бірнеше қылмыс тіркеліп, 2600-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Әдетте вагонда қараусыз қалған кез келген құнды зат ұрылардың назарын аударады. Пойыздарда қолды болар құнды заттардың ішінде ұялы телефондардың жоғалуы жиі тіркеледі. Қоғамдық тәртіпті қорғау қызметіне 100-ден астам полиция қызметкері қатысады. Полицейлердің жұмысы жолаушылардың жеке және мүліктік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Қала маңындағы және жолаушылар пойыздарында, вокзалдар мен әуежайларда ұрлықтың алдын алуға көп көңіл бөлінеді. Сондай-ақ аталған іс-шараларды өткізу барысында біз халықтың құқықтық сауаттылығын арттырудың маңыздылығын ұмытпаймыз. Қазіргі уақытта Қарағанды сұрыптау станциясындағы желілік полиция бөлімшесінде күн сайын 100-ден астам полиция қызметкерлері қоғамдық тәртіпті қорғау қызметін атқаруда. Полиция қызметкерлерінің жұмысы жолаушылардың жеке және мүліктік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Қала маңындағы және жолаушылар пойыздарында, вокзалдарда және әуежайларда ұрлықтың алдын алуға көп көңіл бөлінеді. Сақтық шаралары туралы түсіндірме әңгіме өткіземіз. Барлық азаматтарды жеке мүлкінің сақталуына мұқият болуға және оларды қараусыз қалдырмауға, теміржол объектілерінде қауіпсіздік қағидаларын сақтау және теміржол көлігі қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қағидаларды бұзбауға шақырамыз. Басты мақсат құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды болдырмау. Көлік қызметін қолданатын адамдар мен азаматтардың конституциялық құқықтарын және еркіндіктерін сақтау. Жеке және мүліктік қол сұғылмаушылықтарды қамтамасыз ете отырып, көлік нысандарындағы өзгенің мүлкін қорғау. Сонымен қатар Қарағанды сұрыптау станциясындағы желілік полиция бөлімі жолаушылап жолға шыққан кезде жеке мүліктеріне сақтық қылмай заттарын ұрлатып алған жағдайда дереу полицияға хабарласу керек деп кеңес береді. Жарылғап Жағыпар, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағанды көшелерімен 200-ге жуық мотоцикл жүріп өтті. Бұл биылғы жылдың соңғы жалпы көрсетілімі. Қарағандыда мото маусымның ресми жабылуы өтті. Тағы бір дәстүрлі түрде өткізіліп жүрген мото маусымы аяқталды. Осыған байланысты Қарағанды мотоциклшілері клубы мерекелік іс-шара өткізді. Қазақстанның барлық қалаларынан келген байкерлер бір қалада бас қосты. Кездесу орнына әртүрлі жастағы 200-ге жуық мотоциклист келді. Шыңғысхан мотоклубының координаторының айтуынша, жыл сайын екі доңғалақты жүйріктерді сүйетіндердің саны артып келеді. Оның ләззатын екінің бір сезіне алмайды. Мотоцикл жүргізушілерінің бауырластығы осындай іс-шаралар арқылы нығаяды. Осы бүгінгі жиналып атқан себеп бұл мото мерзімінің жабылуы бойынша ары қарай енді тыныштықта, қала тыныштықта, түнде де, күндіз де мототехникалар енді жолда азаяды. Бүгінгі осы жерде Беркут ресторан жанында жиналып, осы жерден бүкіл Қарағандының мотоциклистері, демекші біздің қонақтар осы жерге жиналып, Виктор Цой памятнигінің жанында концерт болады. Жалпы сол жерде осы мерзімді, осы жылғы 24-ші жылғы мерзімді жауып, келесі жылы кездесеміз. Жаңағы памятник Виктор Цойдың жанында концерт болады үлкен. Осы қала тұрғындарына және қонақтарына арнайы мотоциклисттер әрбір жақтан келіп жатыр. Қарағанды, Абай, Сарань, Шахан, жанымыздағы қалалардан, Теміртау қаласынан келіп жатыр байкерлер. Сол бәріміз жиналып, осы мото мерзімді жауып, қысқы ұйқыға кетеміз. Мото әуесқойлардың соңғы айналымы өте керемет басталды. Қатысушылар Бүркіт қонақ үй мейрамхана кешенінен бастап Виктор Цой ескерткішіне дейін барды. Артынша бірден мерекелік бағдарламамен жалғасты. Жеңімпаздарға арнайы жүлделер мен сыйлықтар табысталды және маусым бойына ерекше өнер көрсеткен жүргізушілерге құрмет көрсетілді.
Ерке Ғалибек Болат, Николай Шевелев, 5-ші арна. Тұтынушыға құлақ қағыз. Степной 4 ықшам ауданы 28-20, 24-31 үйлерінде 25 қыркүйекте сағат таңғы 9-дан кешкі 5-ке дейін желілік жабдықтарды алмастыру мақсатындағы су беру тоқтатылады. Қажетті су қорын алып, қамдануларыңыз сұралады. Қарағандыда иттер мен мысықтарды тегін зарарсыздандыруға арналған 5 күндік акция аяқталды. Халықаралық қор дәрігерлер тобы жануарларды қорғау альянсының шақыруымен Қарағандыға келіп, қаңғыбас жануарлардың санын реттеу мәселесін шешуге көмектесті. Иттер мен мысықтарды стерилизациялау не үшін қажет? Жануарлардың бақылаусыз көбеюі бірінші кезекте адамдардың өздеріне зиянын тигізіп жатады. Бұл мәселені шешу үшін Брижит Бардо қорының халықаралық дәрігерлер тобы қалада иттер мен мысықтарды тегін стерилизациялау акциясын өткізді. Ұйымдастырушы ретінде Қарағанды облысының жануарларды қорғау альянсы шықты. По предварительной договоренности у нас было 400 животных. Потом уже... Жоспар бойынша 450 жануарға көмек көрсетуіміз керек еді. Дегенмен жоспардан асып түстік десем де болады. Дәрігерлер өз жұмысын жылдам әрі ұқыпты жасады. Жетпеген дәрі-дәрмектерді дәл сол уақытта алып, ем шараларын әрмен қарай тоқтатпай жалғастырып жатыр. Адамдардың сұранысы өте үлкен, бірақ біз физикалық тұрғыдан үлгермей жатырмыз. Мұндай акциялар жиі өткізіліп тұрса жақсы болатын еді. Акцияға мыңдаған қарағандылықтар өтінім берді. 5 күн бойы таңнан кешке дейін Қарағанды зообағы ұсынған ветеринарлық вагондарда дәрігерлер жұмыс жасап, жалпы саны 650 жануарға ота істеді. Это позволит людям понять, что можно существовать с животными. Біз бірінші кезекте жануарларды зарарсыздандыруымыз керек. Бұл адамдарға да жануарлардан қорықпай жүруіне мүмкіндік береді. Қазір жергілікті ветеринарларда жұмыс істеп жатыр. Біз оларға барынша ота түрлерін үйретіп көмек көрсетудеміз. Себебі кейін олар бұл істі әрмен қарай жалғастырып, білікті мамандардың санын арттыратын болады. Білікті дәрігерлер бастаған жұмысты тоқтатпау үшін жергілікті ветеринарларды да жылдам және қолжетімді операцияларды жасауға үйретті. Тек Қарағандының ғана емес, серіктес қалалардың ветеринарлары да алдыңғы қатарлы тәжірибемен танысты. Кейін дәрігерлер өз жұмысын жалғастыру үшін Жезқазған қаласына жол тартты. Өйткені бұл жерде де қаңғыбас жануарлар мәселесі өзекті. Я уже не первый раз участвую в этих акциях, приезжаю сюда волонтером. Мен мұндай акцияларға бірінші рет қатысып жатқан жоқпын. Осы акциялардың арқасында тұрғындар керісінше бізге жануарларын зарарсыздандыруға алып келіп қолдап жатады. Тіпті әртүрлі базалардан келеді. Өздерінің жануарлары болмаса да басқалары қорғау үшін қол ұшын созуда. Диас Елемес, Зұлқарнай Исмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттардың реті осындай болды. Бізді әлеуметтік желіде де қадағаласаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.